Бәріңізге сәлем. Бүгін сіздерге Америкадағы жаңа тұрып жатырған тұрғын үй кешеніне шолу жасаймыз. Ең бірінші, бұл біздің үйге кіретін жер. Үйден шыққанда ең бірінші көретініміз ол паркинг. Бір үйге 2 орыннан береді. Паркинг пультпен ашылады, және 2 орыннан бөлек қонақтар келген жағдайда машиналарын қоятын орын бар. Отырып есікті ашып. Ол есік жоғарғы ашылады ғой. Бұл видеоны таңертемен түсірдік. Таңда жұмыс уақытына дейін адамдар осылай иттерін серуендетіп жүреді. Үйдің жанында балалар ойнайтын алаң бар. Оның қасында балаларға арналған бассейн, тамақ ішетін жерімен орналасқан. Ал бұл барбекю алаңы, сыртта осылай тамақ жасауға болады. Бұл гриль газбен жұмыс жасайды. Тамақ пісіргеннен кейін жумай кете берсең де болады. Тұрғын үйдің арнайы жұмысшылары келіп өздері тазалап тұрады. Ал екінші бассейн жанында гриль, автоматтан салқын сусын алуға болады. Душ және таза су ішуге арналған орын қарастырылған. Душ, мына жерден су ішуге болады. Лизинг офис. Қарайтын болса адамдар осы жерге келіп. Күзеттің машинасы. Тағы не бар? Мына жерде спа, джакузи, кафешкасы бар. Завтрак ішетін. Лизинг центрдің екінші этажында бассейн, спа, гриль, тамақ ішетін орындар бар. Мүмкіндігі шектеулі жандарға да жағдай қарастырылған. Отырып суға түсуге болады. Мына жерде де бар мына. Екінші бассейн бұл. Одан кейін төмен түссек фитнес орталығы. Мен отыратын жер таптым өзіме. Қандай күшті. Кірген кезде ең бірінші энергетикалық сусындар сатылады. Залға кіру үшін ең алдымен аты жөніңді және квартираның номерін жазып кіресің. Ішінде түрлі жаттығу залдары бар. Өзің жеке жаттыға аласың, немесе ақылы тренер көмегімен пайдалануға болады. Тегін тұрған нәрсеге келмесе, ұят болады. Дәретхана жақта душтар мен шкафтар бар. Шкафчигі. Жақта тағы душ. Иә. Кәдімгі душта да. Яқа келесің да, шамалы не істейсің да? Ане? Қысталасқа, да? Силовой нелер мұнда. Одан бөлек тайнинг бөлмесі бар, сауна бар. Бұның барлығына алдын ала қосымша арқылы жазылуға болады.
Тұршын дейді. мына жерде отырып лизинг орталығының үстінде қонақ шақыруға арналған арнайы орын бар. Оның ішінде ас үй, бильярд ойнайтын үстелі, принтер, балалар ойнайтын аймақ және демалатын террасасы бар. Йога, стретчингпен айналысатын орын мен кинотеатр бар. Оның барлығына да арнайы телефоннан қосымша арқылы жазылуға болады алдын ала. Орталық алаңда mail room деген арнайы жер бар. Бұл жерде бізге почтадан заттар келеді, қағаздар келеді. Солардың барлығын алуға болады. Студия hair salon, шаш қиятын жер бар. Crossroads Marketplace деген Амазоннан тапсырыстар келетін жер. Және арнайы гүл сататын магазинда бар. Жақта біздің үй. Мына жақта боулинг ойнайды. Біздің жаңадан көшіп келген жерім тегін есептеледі. Ойын сауық орны. Мына бұрышта кофе дайындап алуға болады. Мына жерде сабақ оқуға болады, жұмыс жасауға болады. Алып келіп, тамақта салып қоюға болады. Холодильник, микроволновка. Жан. Қойшыш мәм. Мына жақта бильярдный жерлер бар. Покер ма, бір карта ойнайтын жер. Сосын мынадай жер бар. Шарлар жоқ, бірақ мына кісі бильярд ойнап жатыр. Әртіс. Мына сыртта от жағып отыратын жер бар. Кешкісін келіп от жағып, демалып отыруға болады мына жерде. Fire pit деп аталады мына жер. Мына жылты отыратын. Мына жақта снэкстен құйрығында қоңырауы бар. Жылан ғой. Осындай жер жаңадан тұрып атқан жеріміз. Аптағанда кеше құлып тұрықты. Баскетбол ойнайтын жер. Бөлек сосын балаларға арналған. Ана жерде кесіп жақыннан обзор жасап өтейін. Мына жерден қосылады. Жыландар бар деп жазып қойыпты. Так, мына жерден қозғалтады екен. Сол кезде дауыс болды. 10 фит жерден.
Вау, мына жер вообще идеально. Кейін келмегенбіз. Бүгін 7-сі, почти бір аптаның үстіне шығып кеттім. Мына жер. Қандай күшті. Мына жерде үлкен телевизор тұр. Мына жерде бая кішкентай кезімде. Мына жер пинг-понг ойнауға алатын жер. Бар ма заттары? Мына жерде телевизор, ана жерде туалет, реструм дейді. Идеально. Амина айтпақшы, идеально. Кешкілікте осылай баскетбол ойнайды екен. Біздің шығарған видеомыз сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып тіркеліп кетіңіз. Назар аударғандарыңызға рахмет.